Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті елге қызмет ақпараттық жобасының кезекті шығарылымын бастайды. Жоба мақсаты мемлекеттік қызметтің жай-күйі, мемлекетте көрсетілетін қызметтер және оларды алудың тәртібі, мемлекеттік қызмет туралы заңнама талаптарын, мемлекеттік қызметшілердің әдеп нормаларын сақтау мәселелері бойынша халықты ақпараттандырып, қызмет барысымен таныстыру. Бүгінгі эфир қонағы Астана қаласының қорғаныс істері департаментінің өкілі, отставкадағы полковник Артықов Қани Асылбекұлы. Қош келдіңіз. Сұрақтарға келетін болсақ, алғашқы сұрағымыз: әскери есепке тіркеу қазір мемлекеттік қызмет ретінде атқарылып отыр, осы жөнінде айтып өтсеңіз. Жақсы, рахмет сұрақтарыңызға. Әрине, мынау қазір өздеріңіз білесіздер, заманауи технологияны қолдану, сонымен бірге бүкіл мемлекетіміз бойынша цифрландыру жүйесіне ауысып жатқанымызға біршама уақыт болып қалды. Ең бастысы, бұл әскери қызметтің өзі, әскери қызметке баратын азаматтарымыздың санын, сапасын білуден басталады. Яғни бұл процесс, бұл жұмыс кешенді түрде барлық мемлекеттерде бұрынғы замандардан бастап жүргізіліп отыратын болған. Ал енді біздің өзіміздің егемендік алған 90 жылдардан бастап осы әскери қызметке баратын азаматтарымызды алдыменен әскери тіркеуден өткізудің өзі біршама бірнеше сатыдан тұратын үлкен іс-шаралардың бірі болатын. Оның алдыңғы атқарылатын жұмыстары айтылып, әскери есепке тіркеу, мынау жастарымызды 17 жастан бастап әскерге шақырудан бір жыл бұрын олардың санын анықтауымыз керек. Санын анықтауымыз кейін олардың сапасын, денсаулық жағдайын, білім деңгейлерін, барлықтарын ескеріп, әр азаматымызға, әр осы ер азаматқа жеке іс ашып дайындаудан басылатын жұмыстардың барлықтары. Бұл жұмыс осы күндерде атқарылып отыр. Бірақ енді жаңа айтып өткеніміздей, тілге тиек етіп, цифрландыру дәуірі басталғаннан кейін бұл жұмыстардың біразын біз оптимизацияладық, оңтайландырдық. Сонымен бірге мынау цифрландыру ақпараттық жүйелердің жаңағыдай біраз саласын бір-бірімен байланыстырып отырып, оңтайланып, оңайланған жолдарына да келдік. Осы 2024 жылдан бастап, 1 қаңтарынан бастап, 17 жасқа толатын азаматтарымызды бұрынғыдай әскерге шақыру пункттерден шақырып, оларды дәрігерлердің қарауынан өткізіп, әрқайсысына жеке іс толтырып, қағаз жүзінде жұмыс атқаратынбыз. Ал қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, мынау диспансер жасалу жүргізіледі ғой, жасөспірімдерге 15 жасында, 16 жасында. Сол диспансерлеу жүргізілген кезде олардың денсаулық жағдайлары кәдімгі электронды түрде медициналық бағдарламалар бойынша есепке алына бастайды. Ал енді біздің саламызға келетін болсақ, сол 15-16 жасында медициналық өткен дәрігерлік сараптамасының қорытындыларын біз информационный шлюз, мысалы информациялық ақпараттық жүйелер арқылы денсаулық сақтау саласы, ішкі істер саласы, сонымен басқа да бірнеше мемлекеттік органдардың бәрі біріктіріліп, біз солардың ішіне өз системамыз арқылы кіріп, олардың денсаулық жағдайы бойынша соттылығы болды ма, болмады ма деген секілді қылмыстар, болмаса әкімшілік жауапкершілікке тартылған, тартылмағандарын бәрін көріп отырып, электронды түрде жеке істер жасақтап, жеке істер жасайтын болдық. Бұрынғы кезмен салыстырғанда әрине бұл көптеген өзінің пайдалы жақтары да бар. Айталық, ол жастарымыз қалалық жерде тұратын болса, сабақтарынан бір күнге босаттырып, оны мұғалімдер алып келіп, көлікпен тасиды, болмайтын болса, қалалық жерде енді ол қоғамдық көлікпен де келе береді ғой, ол жағы оңайлау болады. Ал енді ауылдық жердегі азаматтарымызды аудан орталығына әкімдіктер жаңағыдай көлік оны тасу көріп, тасығаннан кейін алыс жер бар, жақын жер бар деген секілді. Оларға тамақ ұйымдастырып, сондай біраз жұмыстар атқарылатын болды. Ал қазіргі мынау цифрландырудың арқасында біз сол жұмыстардың барлықтарын кабинеттен шықпай-ақ, әр жаңағыдай жасөспірімнің жеке ісін қамтамасыз етіп, оны информациялық жаңағыдай ақпараттық жүйелер арқылы жинап отыратын мүмкіндігіміз бар.
осы үлкен жаңалықтардың біреуі болып отыр. Сонымен бірге жаңағы жастарымыздың өзі бұрынғыдай бір сынып, бір мектепте бір күнде жинайтын ондай жұмыстардан кетіп, қазір әр азаматымыз 18-ге толған күні, қай күні 18-ге толды, сол күні мынау базадан көрініп шығып отырады. Сол күні оларға жаңағыдай әскери есепке тіркеп, сол бойынша жаңағыдай информациялық жүйелерден жегесі ашып отырады. Бұл жыл бойына жалғасып отырған жұмыс болып отыр. Ал бұрын біз жаңағыдай қаңтар, ақпан, наурыз айында осыны жаппай өткізетін тұғымыз. Бір жағынан бұның бұрынғы жүйеміз бойынша қиындықтары, біз бірінші наурызда әскери шақыру жұмысын бастауымыз керек. Ал осы уақытта мынау 17-ге толатын жастарымызды тіркеу жұмысын аяқтап үлгермей жатып, екі жұмыс бір-біріне кедергі келтіретін уақыттар болатын. Ал енді қазір мына азаматтарымыздың барлығы 17 жасқа толған күні біз есепке тіркейтін болғандықтан бұл бүкіл жыл бойына жүргізіліп отырады да аса көп қиындықтар тудырмайды. Келесі сұрақ, қазіргі кезде әскерге шақыру қалай жүргізіліп жатыр, және де әскерге шақыруды кейінге қалдыру, болмаса одан бас тарту бойынша қандай мемлекеттік қызметтер көрсетіліп жатыр? Енді қарап отыратын болсаңыздар, негізі әскерге шақырылатын азаматтарымызды біз оларды шақыру қағазын жібереміз. Болмаса жұмыс орнынан кадр басқармасы арқылы, болмаса сол жұмыс берушінің бірінші басшылықтары арқылы оларға хабарландыру тізім беріп отырып, азаматтарымызды әскери шақыру пунктіне шақыратын болатынбыз. Әрине бұл егер біз жұмыс беретін кәсіпорындармен жұмыс істейтін болсақ, олармен жаңағыдай қағаз тізімдер арқылы шақыратын болсақ, оңай, өйткені бірнеше адамды бір жұмыс орнынан шақыратынбыз. Ал енді өз кәсібі бар болмаса, басқадай үйлерінде тұрып жатқан азаматтардың әрқайсысын барып есігін қағып жүруге, олардың бәріне шақыру қағазын тапсыруға соңғы осы 10-15 жылдың ішінде бұл мәселе қиындап кетті. Оның себебі қазір өздеріңіз білесіздер, бұрынғы мынау кеңес дәуірінің кезінде, кеңес заманынан кейінгі сол 5-6 жылдың ішінде әскери есепке тіркелген осы әскери қызметке шақырылатын азаматтарымызды біз табу, оларды хабарландыру оңай болатын. Ал одан кейінгі жылдар мысалы қарап отырсаңыздар, оның себебі әр азамат тұрғылықты орнын ауыстыратын кезде, мынау открепительный талон дейді, кету пара ақшасы болады. Сол талон, кету талонын алып келіп, бірінші әскери шақыру пунктіне келіп, әскери есептен шығатын, одан кейін барып, мынау төлқұжат паспортный столға барып, сол жерге барып, жаңағыдай тіркеуден шығып барып, басқа жергілікті орынға барған кезде, сол жерге қайтадан бірінші әскерге шақыру пунктіне барып, келгенін тіркеп, үй мекен жайын тіркейді да, сосын барып паспортный столдан барып, қағазға нөмір қойдыртып есепке тұратын болады. Ал қазір ол жүйенің барлықтары тоқтады. Одан кейінгі жылдар өздеріңіз білесіздер, 90 жылдардың аяғынан бастап, 2000 жылдардан басынан бастап халыққа қызмет көрсету орталықтары ашыла бастады. Сол бойынша азаматтарымыз енді бұрынғы әскери шақыру пункті емес, халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып, сол жерден әскери есептен де шығып, сол жерден жаңағыдай тіркеуден шығып кететін мүмкіндіктер болды. Біз олармен тікелей бет-бет жүздесіп, сөйлесу, болмаса ақпарат алмасу мүмкіндігінен айырылдық. Осы себепті азаматтардың көбісі анық сол жаңа мекен-жайға тіркелді ме, болмаса басқа мекен-жайға тіркелді ме, сол сұрақтар басы ашылмай қалатын болды. Оның үстіне өздеріңіз білесіздер, мысалға соңғы ондаған жылдар бойы, соңғы 20 жылдың ішінде ауыл азаматтары, болмаса кішкентай қалашықта тұратын ер азаматтар, жастардың барлықтары үлкен қалаларға бір шетінен оқуға кетеді, екінші жағынан жаңағыдай жұмыс